Topқа әлі де болса көмек көрсетілуде. Фабиан Урега бұл ойыншы франциялық болып табылады. Литваның Жальгерис командасынан ауысып келген болатын. Өткен маусымда Астана сапында 22 ойын өткізіп, 1 гол соққан жартылай қорғаушы. Ал бұл Бабаян Астана командасының бас бапкері. Астана еліміздің 7 дүркін чемпионы. Соңғы рет 2022 жылы ұтып алған болатын. Біріншілікті Рустамадов айтарлықтай қауіп төндірген жоқ. Дегенмен Астана қазір айналып келіп, тағы да шабуыл өткізетін болады. Былтыр өзіңіз білесіздер, өз тарихында тұңғыш рет Ордабасы, Шымкенттің Ордабасы командасы чемпион атанды. Кубокта сол Ордабасы Тобылмен сарапқа салған болатын. Және Тобылдан 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Ал осыдан бірнеше күн бұрын Түркияда Супер кубок үшін кездесу өтіп, Қазақстанның футбол маусымы ресми түрде ашылған еді. Ол матчта пенальти сериясында тағы да Тобыл ұтып алды. Міне осындай. Ал Тамасов және оның командасы былтырғы маусымда әрине өз активтеріне жаза алмайды. Тезірек ұмыту керек. Команда сондай-ақ Еврокубоктерде де өнер көрсеткен жоқ. Кілең жеңілістер конференция лигасының топтық кезеңімен аяқтаған болатын. Оның өзінде де алысқа бара алмады. Жалпы бір кездері біздің Астана чемпиондар лигасында, Европа лигасында еліміздің намысын ондай бір мақтанарлық деңгейде қорғағанын жақсы білеміз. 9-шы минут өтуде, әзірге есеп ашылған жоқ, бірақ біз осы аралықта бұл матчта кімдер алаңда билеп төстейтінін байқаған секілдіміз. Саржидегі Астана командасы премьер-лиганың дебютантына ешқандай мүмкіндік қалдыратын түрі жоқ. Ал жеңіс командасы туралы бір қатар нәрсе айтуға болады. Жеңіс жалпы тарихы тереңге кеткен ұжым. Бұл команда 3 дүркін Қазақстан чемпионы, соңғы рет 2006 жылы ұтып алған болатын. Біз қараңыздар, тағы да Астана командасының тарапынан Елхан Астановтың қауіпті шабуылға араласып соққы жасаған сәтті бұл жерде де Никита Калмыковтың жақсы сейвін көрдік. Соның арқасында алаң иелері есепте алдыға шыға алған жоқ. 2005 жылы Қазақстан кубогын ұтып алған болатын. Сол 2000 жылдардың басында жеңіс командасы өте бір мықты ұжым болды. Бір кездері
команданың атауы Локомотивке өзгерген болатын. Ол кезде ресейлік мықты ойыншылар Тихонов, Титов секілді ойыншылар өнер көрсетті. Юран баспапкер болды, Сергей Юран. Бірақ бұл жеңіс ұзаққа барған жоқ. Локомотив деген атпен танымал болатын. Қазір қараңыздар, біз енді жеңіс командасының шабуылын көрудеміз. Хан-Тәңір стадионында өздеріңіз көріп отырғандай жасанды жасыл алаң. Бұл астаналықтарға ешқандай бір ыңғайсыздық туындатпайды, өйткені сол Астана аренада да команда жасанды жасыл алаңда ойнап үйреніп қалған. Бұл ретте жеңістің жағдайы қандай екендігін айту қиынырақ болады. 1964 жылы құрылған болатын Динамо деген атаумен 75 жылдан бастап басқа команда, жалпы жеңістің айтып отырмын ғой, тарихы тереңге кеткен команда екендігін қазір міне қайтадан жанданды, және клуб басшыларының қойған жоспарлары, алдыға қойған жоспарлары амбициялы. Команданы осы бірінші ретте премьер-лиганың тұрақты қатысушысы ретінде көргісі келеді. Сондай-ақ ары қарай жылдар өте келе сол баяғы бір кезеңдердегі даңқына жетелеуді ойлайды. Жеңістің шабуылы кереметте қауіпті болған жоқ. Бұл жерде Астананың қорғаныс шебіндегі ойыншылар дер кезінде допты тартып алған болатын. Қазір Марачкин. Допты алаңның сыртына шығарды, және астаналықтар оны қазір ауттан ойынға қосатын болады. 12-ші минут өтуде. Допты бақылауында ұстаған қазір Зураб Тевзадзе, жеңістің қорғаушысы. Никита Калмыков. Оңғатталға пас. Қақпашыға тез арада қайтарылды. Астана командасының алғашқы минуттардағы арыны жаман емес. Дегенмен жеңіс уақыт өте келе ойынды теңестіретінде мүмкіндігі болады. Қазір астаналықтар шабуылда. Усман Камара болатын. Допты сол қапталға берген. Қазір Ян Вараговский да шабуылға араласты. Бірақ доп алдыға емес арт жаққа кетіп қалды. Қорғаныс шебіндегі жігіттердің ойына. Алекса Амановичті көріп отырмыз. Қапталға пас. Бұл жақта Масоурас бар. Йонас Масоурас. Бұл Янис Масоурас. Бұл бұған дейін Грекияның Кефисия командасында өнер көрсеткен. 1996 жылға қорғаушы. Команданың жаңа ойыншыларының бірі. Астана командасының тағы бір шабуылы, қапталдан көтерілген пас, және бұл жерде тағы да Марин Томасов допта қақпаға бағыттауға дайын болған еді. Алайда бұл жерде біз Марин Беланчичтің жанкешті ойынын көріп отырмыз. Қарсыластың аяғы бетіне тиіп кететін қаупі бола тұра допты басымен кейін қайтарып тастады. Доппен қазір Барнс Оцей. Ары қарай Марачкин оны командаластарының біріне қалдырды. Тағы да Александр Марачкин, оң қапталға пас, Масоурас, және алдыңғы шепте Марин Томасов. Томасов доппен, Томасов командаласына жақсы пас берді. Қақпаға бағытталған соққа Максы Бонг. Мынадай мүмкіндікті негізі мүлт жіберуге болмайды. Бонг чемпионаттың алғашқы матчында гол соғуға өте жақын болған. Қандай керемет пас болды қазір Томасов тарапынан, өйткені Бонгтың маңында ешкім жоқ болатын. Кедергісіз ақ соққы жасау керек еді. Бірақ Бонг мүлт кетті. 20 жылдан бері Макс Бонг Астана сапында өнер көрсетеді. Белоруссияның Шахтер Солигорскісынан ауысып келген болатын. Әр жылдары команданың айнымас ойыншысы, бірақ Бонгтың гол соғу жағында мәселелері бар.
Ол ең үздік көрсеткішке 21 жылы қол жеткізген болатын. 20 ойында 5 гол соғып, былтырғы маусымда 23 жылы Астана сапында 18 ойын өткізген екен. Макс Эбонктың 1-1 гол соқпағанын көріп отырмыз. Қорғаныста жеңіс. Бұл 3-ші нөмірдегі Тевзадзе. Сондай грузиялық Зураб Тевзадзе өзінің команданың лидері ретінде көрсетуде осы матч барысында. Допталған кезде қалай кімнің қалай ойнау керектігін белсенді түрде түсіндіріп жатады. Осей. Шет-шетімен ойыншылар туралы ақпарат беріп отыратын боламыз. Барнес Осей команданың тағы бір жаңа ойыншысы. Португалия чемпионатында бақ сынаған бір кездері. Португалияның Пасуш командасында, Арока командасында, Коимбра командасында бақ сынапты. Сондай Кипр чемпионатында Неа Саламис командасында болған, және Грузияның атақты Динамо Тбилисиінде де бақ сынаған екен. Тағы да Тевадзе. Сол қапталға пас. Бұл жақта Ғалымжан Кенжебек бар, бірақ Кенжебекті Томасов бірден допсыз қалдырып тастады. Кейін қарай ұшқан доп. Қорғаушылар Кристиан Новак. Асықпай қарсыластың қақпасының маңына жақындауға тырысуда жеңіс командасы. Жеңіс міне қазір қандай тамаша мүмкіндікті мүлт беріп алды. Ойда жоқта орын алған шабуыл және доп қақпаның бағанасына тиді. Соққы жасаған Бидзиянашвили болатын. Бұл команда сапында грузиялық ойыншылар өте көп. Бұл түсінікті өйткені Леван Коргалидзе есімді грузиялық азамат. Мына бір голды қараңыздар. Сен соқпасаң саған соғады қағидасы орын алды. Матчтың 18-ші минутында бұл жерде қақпашы өз қақпасын жоғалтып алған секілді. Сондай қорғаушылар да бұл жерде Никита Калмыковқа кедергі келтірді ма, оны қазір қайталап көрсетілді, анық көретін боламыз. Оның алдында қараңыздар, Бидзиянашвили қандай тамаша мүмкіндікті мүлт жіберді. Доп қақпа бағанасына тиген болатын. Бұл жерде Йосип Чондрич допты қайтаруға шамасы да жетпеген еді. Одан кейін мына бір қарымта шабуыл қараңыздар. Бұл жерде қорғаушының ешқандай кінәсі жоқ. Барлығына кінәлі Калмыковтың өзі. Калмыков біріншіден допты тастап шығып кеткен. Мұнымен қоса допты аман есен негізі қорғаушы Кристиан Новак қайтаратын еді. Алайда біз Эбонгтың соққысынан кейін доп Калмыковтың тізесіне тиіп барып торда тулағанын көріп отырмыз. Осындай бір түрлі гол. Не де болса чемпионаттың алғашқы голын көрдік біз. Және бұл бірінші ретте жоқ, Камара гол соққан, Эбонг емес, Эбонг голсың алдында гол соғатын мүмкіндік ие болып оны пайдалана алмаған болатын. Ал алғашқы голдың авторы Усман Камара. Усман Камара. Қателікті пайдаланып кетті. Бір сәтте екі командада да қауіпті жағдайлар болды ғой. Усман Камара Грузияның Динамо Тбилисинен келген ойыншы. 98 жылы туған жартылай қорғаушы. Біз міне осындай қызықты жағдайда ойынды көріп отырмыз. Чондрич қазір допты ойынға қосатын болады. Білмеймін. Қазір жеңістің есепке алға шығатын мүмкіндігі қандай мүмкіндік болды деңізші. Дегенмен бары осы енді.
ортасында доп қаталас сәті. Жеңіске енді қалайда есе қайтарудың жолын қарастыру керек. Әрине, Астана ондайға жол беретін болса. Айттық қой, бұл команданы Леван Коргалидзе жаттықтырады. Негізгі құрамда бір қатар грузиялық ойыншылар бар. Бидзинашвилиден бөлек мен Тевзадзе туралы айтқан болатынмын. Тағы бір шабуыл Астана тарапынан. Масаура соң қапталмен ары қарай Марин Томасов болатын, бірақ қорғаушылар бұл жерде үлгерді допты қайтарып. Дегенмен қазір аут арқылы доп ойынға қосылатын болады. Тағы да сол Масаурас допты ойынға қосып көрмек. Ал бізге көрсеткен бұл Макс Эбонг болатын. Қаптал Марочкин. Қапталмен Масаурас арқылы ойнауда. Масаурас және бұл жерде оған қарсы Ғалымжан Кенжебек ойнады. Және оның алдында Томасовқа қарсы тәртіп бұзылған екен. Бас төреші Денис Измайлов осыны сәл кештетіп болса да тіркеді. Көмекшілерінің байқауымен болса керек. Қазір Астана айып соққысын орындайтын болады. Міне, мына бір жерде доп Томасовтың аяғына жеткенде қарсыластың ойыншысы оның аяғын басып кеткен екен. Сол қапталмен шабуыл. Бұл жақта жаңа гол соққан ойыншы бар. Жоқ, Усман Камарадан бөлек Фабиан Урега. Қапталда белсенді ойыншылардың бірі Масаурас тағы да доппен. Жаңа бір соғылған гол екі командаға екі түрлі әсер бергендігі белгілі. Астана бұл соққан голдың арқасында бойларына сенімділік алатса, одан ары күшейтсе сенімділіктерін. Ал жеңіс командасы аздап қазір бір есеңгіреп қалған секілді. Әрине, олар эмоцияларын толығымен доп қақпаның бағанасына тиген кезде қандай өкініш болды оларды. Соны жинап үлгермей жатып, қарсылас тарапынан қарымта шабуылға тап болды. Масаурас, Томасов, Марин. Астана командасының нағыз ардагерлерінің бірі деп айтуға толық негіз бар. Ал бұл көз алдарыңыздағы Ильяса Зульфию. Ильяс Зульфию ма? Негізі ресми хаттамада Ильяса Зульфию деп көрсетілуде. Жеңіс командасының ойыншылардың бірі қазір жарақат алып қалды. Бұл Бидзинашвили болса керек. Төрешіге белгі беруде. Аяғын басып кеткен екен. Және сол жерден қазір фейерплей ережесіне сәйкес жеңіс командасы допты қайтарып беру керек. Әлде үйтпей ма? Жоқ, қазір енді беретін жар. Қақпашаға қарай бере салу керек. Ары қарай біз Чондричтің шабуыл бастаған сәтін көретін боламыз. Астана командасының шабуылы. Зульфию бұл Ильяса Зульфию шындығында да бұл сербиялық шабуылшы жеңіс командасының. Бұған дейін біз Динамо Скандербеу командасында өнер көрсеткенін көріп отырмыз. Жеңіс командасы үшін
алғашқы ойынын өткізуде, Скандербеуде болғанымен мен қазір көріп отырғандай ол бірде-бір матч өткізбегендігін байқап отырмын. Соңғы ойын өткізген командасы оның Дукаджини болады. Оған дейін Босния чемпионат, Албания чемпионатында Лячи командасында өнер көрсеткен. Сосын Косово чемпионатында Дукаджини командасында 2 маусым өнер көрсеткенін көріп отырмыз. Ал мансабын 2017 жылы Радниктан, Сербия суперлигасынан бастаған екен. Сосын Косовоға ауысқан, сол өз аймағында Балқан түбегінде жүрген ойыншы ғой. Сол Дукаджиниден бос агент ретінде Жеңіс командасына қосылып отыр. Жиырма 27 минут басталды. Есеп 1-0. Жеңіс командасы алда. Матчта 19 минутында Камара гол соққандығын айта кетуіміз керек. Міне тағы бір шабуыл Астанада. Эльхан Астана фартқа пас беріп үлгерді. Максы Бонг командасымен пас алмасты, ары қарай позициялық шабуылға ауысып кеткен секілді. Қонақтар сапында тағы бір мына шабуылды қараңыздар. Бұл жерде автогол соғылып кете жаздады ма? Бұрыштама доп болады қазір. Орека болатын. Міне қараңыздар, мына жерде доп Астаналықтың аяғынан ұшқаннан кейін қақпамен қатарласа автогол ұшқан екен. Бұл жерде допты өз қақпасына соғып ала жаздаған. Біз бірде-бір қайталауда мұны байқай алмай отырмыз. Мүмкін сол 3-ші номердегі қорғаушы Зураб Тевзадзема деп отырмын. Бұрыштама добы, екінші рет Астана командасы бүгінгі матчта допты көтеретін болады. Қақпашы Калмыков өз орнын тастап шықты, допты қауіпсіз аймаққа шығарды. Арғай Жеңіс командасының шабуылы басталу керек. Алдыға берілген пас. Допқа талас жүргізіп жүрген Зульфию болды. Бірақ Астана қақпасының маңына барған кезде Саржидеви ағалаң елерінің қорғаушылары допты тартып алды. Томацев, Максы Бонг, сол қапталға пас Камара. Камара қапталға ойнады Вараговский арқылы. Ян Вараговский қазір доппен. Ян Вараговский де Европадағы мансабынан кейін қайтадан ел чемпионатына оралды. Бірақ былтыр келген болатын. Былтыр 4 ойын өткізіп үлгерді. 23 жылғы маусымда. Ал оған дейін Бельгияның Моленбек командасының сапында болған еді. Жалпы Моленбекке Вараговский Қайраттан кеткендігін айта кетуіміз керек. Қайраттың түлегі болып табылады. Қазір Жеңістің қапталдан берген шабуылы Ғалымжан Кенжебек қателеспесем допты көтерген. Қонақтар сапындағы жалғыз қазақ ойыншы. Тек қана қонақтар сапында емес, қазір көріп отырсам, екі команда сапындағы да жалғыз қазақ екен алаңда жүрген. Биылғы маусымнан бастап өздеріңіз білесіздер, бізде легионерлерге шектеу алынып тасталды. Алаңда кілең легионерлер ойнап жүрсе де, ешкім оған ешнәрсе дей алмайды. Бұл да бір қатты талқыланған сұрақ болатын. Қазақстандық жанкүйерлер арасында екі лагерге бөлінді. Пікірлер бір тарап легионерлерге шектеуді алып тастау қазақ футболшыларының дамуына кесірін тигізеді десе, ал екінші тарап легионерлердің
көптеп біздің чемпионатта болуы ел футболының деңгейін көтереді. Дегенімен Қазақстан футбол федерациясында отырғандар бұл жағдайда бұндай шешім шығармас бұрын оны түпкілікті зерттегенін білеміз. Басқа да елдермен салыстырған шығар. Мысалға Европаның 5 үздік чемпионаттарында легионерлерге шектеу деген әңгіме жоқ. Кім мықты, сол ойнайды. Мүмкін осындай бір шабуылды қазір көрейікші. Жоқ, бұл жерде жеңіс қорғаушылары жағдайды сараптай білді және допты өздеріне алды. Мүмкін осындай бір қатаң ортада шынайы мықты футболшылар тәрбиеленіп шығатын шығар. Әрине, жергілікті футболшыларда қарап қалмайды ғой. Шетелден легионер келді, ол мықты, мен ойнай алмаймын деп салысуға кетірмеу керек. Керісінше, мен олардан шетелден шақыртылған ойыншылардан ешқандай кем емеспін деп намысқа тырысып, жаттығу жұмыстарында жақсы жұмыс жасайтын болса, шынымен де өз деңгейлерін көтеретін мүмкіндік бар. Осылай айтуға болатын шығар. Дегенмен айтып отырмын ғой, бұны сарапталып, сараланып шығарылған шешім. Көреміз, оның да уақыт көрсете жатады, қандай жемісін бергенін. Бірақ біз қазақ футболшыларын айтып отырмыз ғой, қазақ футболшыларына бөлек қазақстандық футболшылар екі команда сапында да бар. Қонақтар сапында ондай Никита Калмыков қақпашы, ал Астана сапында Эльхан Астанов, Ян Бараговский, Александр Марочкиндер, көк құжатпен жүрген ойыншылар, оның барлығы біздің ұлттық құрамамыздың мүшелері. Кенжебек пен Калмыков туралы олай айтуға болмайды, бірақ Эльхан Астанов та, Бараговский де, Марочкин де ұлттық құрамаға шақыртылған ойыншылар. Қазір жеңістің шабуылы. Жерде біз Бидзинашвилиді көріп отырмыз. Қақпаға бағытталған екінші соққа. Бірінші таймдағы Чондрич қақпасына бірінші соққа. Өздеріңіз білесіздер. Бидзинашвили тарапынан орын алған болатын. Доп қақпа бағанасына тиген. Ал бұл жолы соққыны Зульфию жасады. Айбалаңның сыртынан. Алайда Чондрич үшін, хорватиялық голкипер үшін бұл кереметте қиындық туындатты деп айтуға келмейді. Коргалидзені көріп өттіңіздер. Алаң жегенде белсенді түрде бір нәрсені айтып жеткізуге тырысуда алаңдағы ойыншыларға. 34 минут. Және өте жақсы қазір қарымта шабуыл бастауына болады. Жеңіс командасына ең бастысы оны дұрыс пайдалану керек. Бұл тағы да сол қорғаушы Бидзинашвили тарапынан соққа. Басқаша да өрбітуге болатын ба еді. Тағы да біз алыс қашықтықтан жасалған соққыны көрдік. Айбаланға кірместен, кіре беріс жерден оң аяқпен өзінен солға қарай соққы жасаған болатын Бидзинашвили. Бірақ тура сол жерде Чондричтің қолына келіп түсті. Әзірге көріп отырғандарыңыздай кішкене футбол атмосферасына келмейді. Айнала бұл Хан Тәңірі стадионы, Қазақ ұлттық университетінің тиесілі стадиондардың бірі. Хан Тәңірі футбол клубының өнер көрсететін алаңа. Қазір Астана командасында тағы бір шабуыл. Бірақ бұл жолы да лидер Марин Томасов мүмкіндікті пайдалана алған жоқ. Оған пас шығарып берген Масурас болатын, грекиялық. Бір қызығы, екі команда сапында да грекиялық ойыншылар бар. Тіптен Карагунис есімді қонақтар сапындағы ойыншы. Василий Карагунис өте танымалы есім болып табылады. Тегі Карагунис деген, бірақ бұл атақты Карагуниспен ешқандай қатысы жоқ. Бұл ойыншы
Каламата командасынан ауысып келген болатын. Бұл Грекияның екінші суперлигасында өнер көрсететін команда. Оған дейін Торпедо Кутаиси сапында болған. Тағы да сол бас бапкерге танымал, өзіне таныс ойыншылардың бірі. Грекияда көп уақытын өткізген, Кипрде ойнаған Эрмис командасында, Грекия суперлигасында Платаниас командасында болған, Ариста болған. Аристы жақсы білеміз біз, Еврокубоктерге қатысатын танымал грекиялық команда. Астана командасының жанкүйерлер тобы. Астаналық Ультрас деген жазуды көріп тұрған шығарсыздар. Өте жақсы, өте жақсы. Бір сондай ішті жылытатын нәрсе, ауа райының суықтығына қарамастан, трибунадағы жанкүйерлердің қарасы бір 100 шақты жанкүйер көріп отырмын. Мүмкін одан да көп шығар. Тағы да Астана командасы шабуылда. Эльхан Астанов. Айбаланға пас. Және қорғаушы дегенмен қараңыздар, Камара доп қақпаның бағанасына тиді ма? Әлде сыртынан кетті ме? Қазір Астана командасы бұрыштама добын орындайтын болады. Қараңыздар, Томасовтың аяғынан кеткен допқа Камара соңына дейін таласқан. Жоқ, доп қақпаның бағанасына емес, Калмыковтың иығына тиіпті. Дәл қақпаға бара жатқан. Әзірге қар жатыр сыртта, алаң жап-жасыл. Бұның барлығы сәл өзгереді. Көктем міне келіп отыр, алғашқы күн көктемнің. Қар кетеді, жан жақтың бар жасыл түске бөленеді. Осы кезде мүлде біз басқа атмосфера көретін боламыз. Күн жылыйды, жанкүйерлер қарасы көбейеді. Қазір Томасовтың қапталдан берген пасы. Қорғаушылар әзірге үлгеруде. Бірінші тайм аяқталуына көп уақыт қалған жоқ. Бұл Марачкин болатын. Шабуылға араласқан, ал көз алдарыңыздағы 3-ші номердегі Зураб Тевзадзе. Жеңіс командасы бірінші таймның міне басым бөлік. Қазір Томасовтың соққысын көрейікші. Қандай жақсы соққа, бірақ Никита Калмыков оны бақылап тұрған болады. Аса қиындық туындатқан жоқ допты қайтаруда. Жеңіс командасы осы бір артта қалған 40 минутқа жуық уақыт арасында бір жап-жақсы команда секілді сезім туындатып отыр. Астанамен әзірге терезесі тең түсіп тұр деп айта алмаймыз. Астана басымырақ көрінуде, бірақ толық картинаны білу үшін, бұл команданың қандай жағдайда екендігін білу үшін бір шама турдың өткені керек болады. Кемінде 4-5 турдан кейін біз Коргалидзе командасының шама шарқын білетін боламыз. Бір ойынмен еш нәрсені сараптауға болмайды. Ал мына матчта әлі алда екінші тайм бар. Ол жақта көрініс өзгеріп кетуі мүмкін. Әзірге Томасов. Оған қарсы тәртіп бұзылған жоқ. Бұл тағы да қорғаушы Тевзадзе болатын. Тевзадзе жалпы жеңістің бүгін қорғаныс шебінде өте сондай бір маңызды рөл атқаруда. Көп доптарда алып шығып жатқан осы қорғаушы. Ал Бизинашвили болса, шабуылда ерекше көрінуде. Ол жартай қорғаушы болғанына қарамастан, бірінші таймның осы сәтінде екі қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Мынау тамаша мүмкіндік, гол соғатын. Доп қолға тиді ма? Негізі бар жұмыс жасайды Қазақстан чемпионатында. Бұл матчта да сондай жағдай. Қазір Камара жақсы пас. Камараның өзіне допты қайтарып берді. Арғарай тағы да сол Тевзадзе Зураб допты алаң сыртына шығарып жіберді. Бұл Коргалидзе. Коргалидзе туралда аздаған мәлімет беруге болады.
Зимбург командасын. Зимбург командасын өнер көрсеткен. Руставиде ауысқан, одан Диллаға өтті. Қазіргі сәтте бас бапкерлік қызметте. Молдованың Зимбурумен Еуропа лигасына қатысқан тәжірибесі бар Ливан Коргалидзенің. Әзірге оның командасы бұл матчта айтарлықтай үлгеріп жатқан жоқ алаңда. 42-ші минут басталды. Бірінші таймның аяқталуына санаулы минут қалды. Бізде көп үзілісте болған жоқ. Білмеймін, қазір Европадағы ағылшын премьер лигасындағыдай әрбір тоқтатылған секундтарды қосып, топырлатып 7-8 минут қосып береді деп ойламаймын. Ойын жалпы таза өтуде, бір сыдырғы күйде. Көп үзілістер жоқ. Тәртіп бұзуларда аз. Бас төреші алаңда тіптен көрінбейді. Бұл Денис Измайловтың жап-жақсы жұмыс жасап жатқандығының белгісі болса керек. Астана командасы қазір айып соққысын орындайтын болады. Допты Айбаланға бірден көтерді. Бұл жақта Марочкинге тиген болатын. Айбалаңның сыртынан Томасовтың соққысы. Доп бейік кетті. Капитан Астана командасының ардагері десек болады. Марин Томасовтың Астана үшін өткізген ойындарының саңын қазір саралап отыру тым артық болатын шығар. Марин Томасов бұл 2017 жылдан бері Астананың намысын қорғап жүрген ойыншы, үздік ойыншысы. Ең сәтті маусымы Астана сапында өткізген бұл 21 жылғы маусым шығар. 20 ойында 17 гол соққан болатын. Бірақ оның алды 19 жылы 31 ойында 19 гол соққан болатын. 22 жылы 25 ойында 15 гол соқты, ал былтырғы маусым Томасов үшін сәтті болған жоқ. 24 ойын, 6 гол. Мұнымен қоса командасы чемпион атанбай қалды. Мұнымен қоса Евро кубоктерде сәтсіз өнер көрсетті. Бірақ Томасовтың жеке басына сын айту артық болады. Қазір баспен бағытталған соққы, аздаған соққылардың бірі. Чорнич қазір әбден іші пысып қалған болса керек. Допты бір шама уақыт қолында ұстап жатып тұрды. Чондрич, Йосип Чондрич. Томасовтың отандасы. Томасов. Артқа пас. Масаурас Осайге допты берді. Осай ары қарай қорған шебіндегі жігіттерге. Сол қапталдан Камара бірінші таймның сөзсіздік ойыншысы. Қапталдан Айбаланға жеткізілді, бірақ бұл жерде ұзын бойлы қорғаушылар жеңістің допты алып шыққан. Масаурас Осай және арт жақта Амановичтің алдыға берген пасы. Камара өте жақсы, бұл жерден соққы жасауға болады, бірақ оның орнына Томасовқа пас беруге шешім қабылдаған. Томасовтың қақпаға бағыттаған соққысы. Никита Калмыков үшін еш қиындық жоқ бұл жерде. Ғалымжан Кенжебек доппен қанша 2 минут уақыт қосылыпты. Біржан Сержанұлының қолынан көрдік.
2 минут қосылғанын. Бұл аралықта жеңіс командасының тағы бір соққысы. Тағы да сол Бидзианашвили соққы жасаған болатын. Чондрич үшін айтып отырмын ғой. Чондрич үшін өтте бір жақсы ойын өтуде. Я, бағана бірінші бол жеңіс гол соққанда қалай болар еді? Бұл мүлде басқаша ойын көрер ма едік. Дегенмен бар осы футболда айттық қой. Сен соқпасаң саған соғат қағидасын ешкім жоққа шығарған жоқ. Осындай жағдай болды және бірінші таймның қорытындысы бойынша Астана командасы өте сенімді түрде қолындағы басымдықты ұстап тұруда. Я, арасында жеңіс командасының тарапынан шабуылдар болуда, алайда жоқ. Мұндай ойынмен гол соғу қиындау болады. Жұмсақтап айтсақ осылай шығар. Бұл астаналық жанкүйерлер, ультрас. Нағыз берілген жанкүйерлер ғой. Астананың ауа райының жанында Алматыға келіп, егер Елордадан келген жанкүйерлер болса, Астананың ауа райы, Алматының ауа райы оларға бір жат секілді болып тұрған шығар. Кенжебек және бұрыштама добын орындауға мүмкіндік алды. Соңғы минутта бірінші таймның мүмкін осы стандартты жағдайдан жеңіс командасы жетістікке жете алатын шығар. Байқап көрейік. Камара қорғанысқа келді. Қалай болады? Бірден Айбаланға допты көтереді ма? Дәл солай жасады. Қақпаның алдына, бірақ Чондрич өз орнында. Болды, қадірменді көрермендер. Осымен бірінші тайм аяқталды. Бірінші таймнан кейін есеп 1-0 Астананың пайдасына. 19 минутта елордалықтар сапында гол соққан Усман Камара болатын. Иә, осы гол жалғыз болып қалды, бірақ жеңіс командасы сол гол соғылардың алдында допта қақпа бағанасына тигізгендігін айта кетуіміз керек. Міне осындай ойын қазір Марин Томасов оң қапталдан екінші таймда Астана командасы өте жақсы арынды бастады. Және Григорий Бабаяннан үзілісте жаңа нұсқаулар алып шыққандығы анық. Тез арада қарсыластың шамасын байқап көріп, жағдайды шешіп тастаймыз деген ой оларда бар секілді. Және тәртіп бұзылды. Ян Вараговский көз алдарыңызда. Чондрич жаққа қарап қойып, бас бармағын көрсетті, бәрі дұрыс деген секілді. Бұл жерде біз жарақат алған Астана ойыншысы Алекса Амановичті көріп отырмыз. Желкесін ұстап жасыл алаңда жатыр. Бірақ дәрігерлердің көмегі қажет па жоқ па деген сұрақ. Меніңше бәрі дұрыс секілді. Тағы бір мәрте құрамды тізіп шықсақ, өйткені өзгерістер жоқ секілді. Астана командасы қақпада Йосип Чондрич тұр. Ары қарай алаңдағы ойыншылар Марин Томасов, Ян Вараговский, Макс Эбонг, Юаннис Масорас, Барнс Осей, Ильхан Астанов, Александр Марочкин, Фабиан Урега, Усман Камара және Алекса Аманович. Бұл Григорий Бабаянның шығарған құрамы. Ал жеңістің құрамында қақпада Никита Калмыков тұр. Алаңдағы ойыншылар Матия Ром, Зураб Тевзадзе, Арп Манай, Ғалымжан Кенжебек, Иракли Бидзинашвили, Кристиан Новак, Сергей Волков, Ильяса Зульфию, Василио Скарагуни және Марин Беллантич. Біз жеңіс сапында
бірқатар ойыншыларды бірінші таймда тіптен аттарын айтуға мүмкіндік тапқан жоқпыз. Бұл бірінші ретте Астана командасының басымдығының арқасында болса керек. 63% Астана бірінші таймда допқа иелік еткен екен. Қазір екі жақты шабуылдар. Ғалымжан Кенжебектің қазір аяғынан теуіп қалған Астана ойыншысы ескерту қағазын алды. Ескерту қағазы бойынша бірінші таймда бір ескертуді осы алған болатын. Ал мына бір жағдайда біз тағы бір тәртіп бұзуды көріп отырмыз. Оны ондайға жол берген француз Оурега болады. Екінші ойыншысы ескерту қағазын алып отыр. 49 минут. Қазір команданың бапкерлері Біржан Сержанға барып, бұл аталған жағдайдан түсініктеме талап етуде. Неліктен ескерту қағазы көрсетілді деген сұрақ біріншілікте Астана футбол командасы тарапынан болған шығар деп ойлаймын. Бір қарағанда Кенжебек Ғалымжан құлағанда жоқ қой. Бірақ тура оның тобығынан теуіп қалғанын білеміз. Ауырсын тоқтап қалды. Әйтпесе өте жақсы шабуыл басталып келе жатқан еді. Тағы да міне Кенжебек өз қапталмен өте жақсы соңына дейін жүгіруде. Қапталдан көтерілген пас. Допқа жолда Астана ойыншысы кедергі болды. Оның 17-ші нөмірдегі Масурас және Жегіз қазір допты бұрыштан көтеретін болады. Бұл Коргалидзе грузиялық маман, Жеңіс командасының бас бапкері. Қазір бұл корнер қандай нәтиже беретіндігін бірінші таймда да мұндайды орындаған болатын. Жақсылап тұрып көтеріп берді. Алайда астаналықтар өз айып алаңдарында өте сенімді ойнап отыр. Екінші толқынмен шабуылға бағытталған доп. Алайда ол қақпашы Чондричтің тура алдына келіп бірақ түсті. Астана командасының шабуылын көреміз. Бұл елордалық дерби, қадірменді көрермендер. Астана да, Жеңіс те Астана қаласының футбол клубтары болып табылады. Бір қаланың екі командасы. Бұндай бұрын Қазақстан футболында болған. Алматы қаласында мысалға болды. Қайрат пен Алматы клубы, Қайрат пен ЦСКА клубы өте көп ондай жағдайлар орын алған болатын. Тарихқа өліп отыратын жағдай емес, өйткені алаңда тынымсыз ойын өтіп жатыр. Екі жақты шабуылдар. Қазір назарларыңызда болған екінші номердегі бұл словениялық ойыншы Ром болатын. Матия Ром команданың жаңа ойыншысы. Жеңіске Телави командасынан ауысып келді. Айтып отыр, көптеген ойыншылар Грузиядан келіп отыр. Мына бір шабуылды қараңыздар. Ильхан Астановтың араласымен өткен шабуыл. Астана командасы есепті еселеуге шақ қалды. Өте жақсы шабуыл. Қарсыластың қорғаушысымен таласып жүрген, бірақ бұл жерде біз бәрібір қорғаушы қателеспесем Беланчич болатын бұл жерде. Жоқ, Новак, польшалық қорғаушы Ильхан Астановтың қақпаға соққы бағыттауына мүмкіндік бермеген екен. Қазір бұрыштама добы, ал мынау Астанов тарапынан қауіпті ойын. Зардап шеккен бұл Арби Манаж болатын. Манай ма? Арби Манай. Тағы бір жаңа ойыншы. Дритада. Негізі Дрита командасынан жалдан оралып дейді. Арбида Жеңіс
бұл ойыншыны жоқ жалға алған екен, білмеймін. Қазір бұл түсініксіз жағдай. Дрита командасының футболшысы болып табылады. Қазір ойын қайта жанданды. Астана футбол командасының шабуылы. Апталға берілген пас. Камара допқа жете алмағанымен арт жақтан командаластар келіп өздеріне допты қалдырды. Және Марачкин арт жақтан оң қапталмен шабуылға бастама берді. 54 минут. Өте жақсы пас, бірақ бұл жерде жолда киліккен 3-ші нөмірдегі қорғаушы Тевзадзе болатын. Және алыстан бағытталған соққы Астана командасы тарапынан. Соққы орындалды. Ал бұл Никита Калмыков. Мына бір соққыны жасаған бұл Марин Томасов. Айтарлықтай қауіпті соққы емес. Томасов жалпы аяқ алысы жаман емес. Жақсы бабына шыққан секілді хорватиялық ойыншы. Алғашқы матчында өзін өте жақсы қырынан көрсетуде. Қазір Зулифию алдыңғы көрген болатын командасына пас берді, бірақ ары қарай шабуыл өрбіп кеткен жоқ. Енді қарымта шабуыл. Томасов жаңа бабы керемет екен деп айтып отырған ойыншымыз арт жақтан кеп қорғаушыларға қысым көрсетуде. Қарымта шабуыл. Бірінші таймға қарағанда екінші таймда ойында өзгеріс бар. Біріншілікте жеңіс командасына тарапынан. Ал бұл Беланчич, ойыншы. Жеңісте қазір батыл шабуылдауға кірісті. Оргалидзе үзілісте өз жігіттеріне Астана сондай айтарлықтай қауіпті, қорқынышты команда емес қой. Батыл шабуылдаңдар деген тапсырма берсе керек. Командасы үсті-үстіне алдыға ұмтылуда, бірақ мұның барлығы әзірге сәтсіз болды. Дегенмен талаптаған Нұржауар демекші, талаптана беретін болса, түбінде жеңіс өз дегенде жете алады. Мынандай бірақ қиыс пастардың қажет емес, өте жақсы. Айбаланға қазір кіре беріс. Арғырай пас! Көп созбақтап қойдау. Түбінде Ром соққы жасаған болатын, және бұрыштама добы белгіленді. Доп Астана қорғаушысына тиіп барып, қақпаның артына қарай кеткен екен. Бұрыштама добы көтерілді, бірақ жемісін берген жоқ. Талпынып жатыр. Жеңіс командасы талпынып жатыр. Бірінші таймға қарағанда емес. Қанша дегенмен тізенің дірілдегені қайтқан шығар. Біз былай айтамыз, алайда жеңіс командасы премьер-лиганың дебютанты екендігін айта кетуіміз керек. Олар алғашқы ойындарында Астана секілді азуын айға білеген командаға қарсы шықты. Жергілікті чемпионаттың. Және мұнда қорқыныш бәрібір болады. Десе де, Астана сол бірінші 45 минуттағы көрсеткен ойындарымен жеңісті таңғалдыра алмаған секілді. Енді шабуылдайтын кезек Астана футбол клубында.
Талғат пас. Бұл жақта Ян Вараговский бар. Вараговскийге қарсы қазір өте жақсы ойын көрсеткен Зульфию болады. Бұрыштама доба. Бұрыштама доба. Оны Марин Томасов көтеретін болады қазір. Григорий Бабаян айқайлап бір нәрсе айтуда. Сонымен допты көтерді. Ары қарай жеңіс ойыншылары тарапынан жақсы шығу, артқа қарай дегенмен толыққанды қарымта шабуыл көрген жоқпыз. Тағы да Томасов алыс бағанадағы командаласының басына жұмсақтап тұрып шығарып берген болатын. Мацурас допты қуып жете алған жоқ. Қазір не, бұрыштама добы дей ма? Жеңіс ойыншылары бұл жерде барынша ақталып бағуда, ешкімге тиген жоқ, топ деген секілді. Дәл солай. Тиселе Волковтың кекіліне тиген шығар. Оның өзін микроскоппен қарап көру керек. Лайнсмен бұл жерде қателесті. Бұрыштама доба. Астаналық жанкүйерлер бір сәтке болса да тыным таба алар емес. Ал мынау керемет гол соғатын мүмкіндік болды. Елхан Астанов па? Баспен соққы жасаған қақпашы Калмыков. Астановты көріп отырмын. Жоқ, Астанов емес. Допты қақпаға бұрған Марачкин болатын. Бұл жерде Калмыков та қорғаушылар да сетиіп өз орындарында тұрып қалды. Доп қақпаға барады деп ойладым екен. Абырой болғанда қақпадан қиыс кетті. Қарымта шабуыл, тәртіп бұзылды. Алып денелі Манайға қарсы, Арби Манайға қарсы. Жеңістің шабуылы, сол қапталға пас. Бұл жақта Қалымжан Кенжебек өте белсенді болған, алайда тым алысқа ұшып кетті, қуып жететін мүмкіндік болған жоқ. Ал мына бір жерде енді шабуылдауға болады. Доп өзіне келді. Кенжебек ондайды күтпеген болады. Нәтижесінде жіберіп алды. Бір сағаттан асты ойынның өтіп жатқанына. Әзірге командалар бір голмен шектелуде. Дәл қазір таблода көрсетіліп тұрған нәтиже Астана футбол клубына толықтай қанағаттандырады. Қарсыластың шабуылдар анау айтарлықтай арынды емес. Жүрек ұстататын шабуылдар көріп отырған жоқпыз. Көбіне айваланға кіре берістен ақ сол шабуылдарға тойтарыс берілуде. Артқа пас. Калмыков ойында. Және Астана айналып келіп шабуылға кірісті. Және мұна бір жерде жақсы пас керек. Камара алдында ойыншыны алып тастап жақсы пас. Және Елхан Астанов есеп 2-ден 0. Есеп 2-ден 0. Бүгінгі матчтың басты қаһарманы Усман Камара. Нәтижелі пасты шығарып берген осы ойыншы болатын. Ал Елхан Астановтың аяғынан шыққан доп сондай бір қатты жылдамдықта болған жоқ дегенмен домалап барып өзінің оң жағындағы бағанамен қатарласа қақпаға енді. Қорғаушылардың қателігі әрине Елхан Астановта алаңның ортасында, айып алаңның ішінде бұлайша еркін сытып жалғыз қалдыруға болмас еді. Елхан Астанов қорғаушының аяғының астынан соққы жасаған екен. Калмыков соққының көрмей қалуы да мүмкін еді. 2-0. Осылайша Астана футбол клубы бұл матчты жеңіп алу үшін тағы бір жақсы қадам жасады. Енді білмеймін. Енді ары қарай жолды қалай болатындығын көріп тұрған жоқпын. Ары қарай менің ойымша Астана бұл матчты ірі есеппен жеңетін мүмкіндігі бар секілді. Жеңіс онсыз да қарап қалып жатқан жоқ. Екінші тайм басталғалы команда тек қана шабуылды ойлаумен болған болатын. Қазір Матя Ром қақпашыға ойын. Калмыков
Алдық шепке, бірақ бұл жерде Марочкин бар. Усман Камара тағы да жаңағындай баланға келіп кірді. Тағы да пас беретін жол қарастырады ма? Пас берді, сәтсіз болды дегенмен Астана футбол клубында доп қала беруде. Сол қапталға пас, Ян Вараговский. Ары қарай Барнс Осей ойынға араласқан болатын. Енді Алекса Амановичті көріп отырмыз. Амановичтің аққа берген пасы. Йосип Чондрич бар. Енді ғана доп қонақтар қойды. Зураб Тевзадзе болады. Тевзадзенің пасы. Карагунис ойынға араласқан. Қайттан артқа кетті. Жеңіс командасы онсызда батыл ойнап бастаған екінші таймда. Бірақ бір әлеуетінде қандайда бір жетіспеушілік бар секілді. Сәл бір мүмкін креативті қапталдағы ойыншылар жетіңкіреді ме, әлде орталық шабуылшының позициясы ойсырап тұр ма? Бір кемшін тұс бар командада. Әйтпесе допты домалатулары, қорғаныстан шабуылға өтулері, бұл аспектілерде мен жеңіс тарапынан қандайда бір әлсіздік көріп тұрған жоқпын. Оның үстіне допқа да иелік етуде. Қазір біз алғашқы ойыншылар алмасуын көретін боламыз. 99 нөмірде Джон алаңға кіреді. Сол аты жөні Джон Клебер Оливейра да Силва. Аты жөнін біліп отырған шығарсыздар. Қай елдің ойыншысы екендігін. Джон Бразилия. Сондай-ақ оның қысқаша аты жөні негізі Карлао деп те айталатын секілді. Шетелдік сайттарда Карлао деп көрсетілген. Ол жеңіс командасында қандай жағдайда келген туралы ақпарат жоқ. Кашиястан мотоклуб сапында өнер көрсеткенін білеміз. Бразилия чемпионатында С сериясында. Бірақ толыққанда жеңіс сапына алынғаны туралы ақпарат бізде жоқ. Кенжебек аздап жарақат алып қалған. Ақсаңдағы пас алаң жиені кетіп бара жатыр. Ал қазір ойыншылар алмасуын кімнің орнына кім шығады деген сұрақ туындауда. Карлао 40 жасар шабуылшы екен. 40 жас дегені футболда кәдімгідей ардагерлік жас. 40 жасқа дейін көптеген футболшылар ойнай бермейді. Жоғары деңгейде. Ал бұл Усман Камара. Тағы бір тамаша пас және 3-0 болады. Жоқ. Эбонг. Эбонгтың тағдырына гол соғу жазылмаған ба? Қалай? Қандай әдемі шабуыл болды қазір. Бұл есепті ірілететін мүмкіндік еді Астана тарапынан. Алайда біз ондайды көрген жоқпыз. Эбонг соққы жасауын жасады, бірақ Калмыков допта қайтарды. Жеңісте шабуыл. Жеңісте қатысалық құрамда бір ғана ойыншы емес, тағы бір екіншісінде көріп отырмыз. Қосарлы ойыншылар алмасы орын алады қазір. Ал оған дейін команда шабуылдап көрмек, оң қаптал. Және ойынды тоқтатты. Абзал Бейсебеков те алаңға кіретін секілді, әлде мен қателестім ба? Бір қарағанда Абзал Бейсебеков секілді. Эбонгтың жаңа соққысын бізге қайталап көрсетуде. Қандай керемет пас. Бұл жерде Елхан Астанов ашық тұрған командасына осындай жақсы пас берген еді ғой. Ал Елханға пас шығарып берген Усман Камара болады. Осының алдында біз мұндай голды көргенбіз бұл екі ойыншы тарапынан. Сонымен алаңнан кететін Барнс Осей, оның орнына Абзал Бейсебеков кіреді. Қазір Григорий Бабаян өз командасында қорғаныс шебін күшейтуге кірісе бастады.
Және ойын қайта жанданды. Әзірге жеңіс тарапынан өзгеріс орын алмаған секілді. Алғашқы ойыншыларды көрдік. Біз алаңға шыққан Абдал Бейсебеков кірді Астана сапында. Және жеңіс командасынан шабуыл. Міне бағанан бері айтып отырғаным осы, қорғаныстан шабуылға шығу барлық жағы дұрыс. Бірақ мына бір қараңыздаршы, қапталдағы креативті ойыншының жетіспей тұр дегенде осының айқын айғағыма қалай айдалаға допты теуіп жүрген Матия Ром болатын. Кішкене алдап барып, айваланға кіріп барып, жерлете пас беріп деген секілді. Міне енді ғана ойыншылар алаңға кіретін болады. Ол біріншісі Джон, екіншісі 17-ші номердегі Артем Черединов. Екеуі де дайын тұр. Бірақ ойын тоқтатылған жоқ. Қазір Астана футбол командасының шабуылын көреміз. Пас. Тәртіп бұзылды. Фабиан Оррегаға қатты. Осы нүктеден енді қақпаға тікелей соққы бағыттауға мүмкіндік бар. Марин Томасов доптың жанына келе жатыр. Барлық стандартты жағдайларды орындайтын ойыншы ғой. Көреміз ба? Әдемі шабуыл. Әлде көрмейміз ба? 70-ші минут. Никита Калмыков доптың жолына қазір кедергі қоюда. Арби алаңнан кетті. Оның орнына Джон кірді. Тағы бір алаңнан кететін ойыншы бұл Ильяса Зульфиев. Оның орнына Черединов ойынға араласты. Клебер, Манай деп, Клебер деп көрсетуде бізге. Клебер деп бізде айта беретіншамыз. Джон Клебер Оливейра да Силва, бірақ арқасында Джон деген жазу. Таңдап айта беріңіздер. Негізі Бразилиялық болғандықтан да Силва десек те болады, Оливейра десек те болады, Джон Клебер десек те болады, Джон десек те болады. Атын созбақтай беруге болады. Сонымен жоқ, бұл дұрыс алдын ала дайындалып келген үй тапсырмасы болатын, бірақ оны екіге орындады. Алмастыру Зульфиев мен Черединовтың алмасқанын көрсетіп отыр. Оңғатталға пас. Және Григорий Бабаян іштей командасының ойынына көңілі толып тұрғандыға анық байқалады. Астана ешқандай оқыс оқиға орын алмаса, чемпионатты жеңістен бастайтын секілді. Мына бір ойыншы маған бүгін ұнады. Усман Камара ойынның нәтижесін шығарған жігіт. Бірінші голды осы жігіттің өзі соққан болатын. Ол кезде білесіздер, қақпашы Калмыковтан өрескел қателік. Қараңыздар, Камара допты тартып алды. Өз алдыға кетіп бара жатыр. Жақсы пас та бере алады. Бірақ мына бір қапталдан келген допты қараңыздар. Бұл не болды осы? Осымен таласа тармаса жүріп пас беруге тырысқан болатын. Астана ойыншысы түк шығара алмады. Енді жеңіс шабуылда. Жеңісте тың ойыншылар бар. Клебер 99-ші нөмірде. Қазір байқап көрейік. Бойшаң бір шабуылшы. Сондай-ақ Черединов. Артем Черединов жартылай қорғаушы. Менің пікірімде бұл жігіт ойын ұйымдастырушы секілді. Сондай-ақ 8-ші нөмірдегі Абай Жүнісовті көріп отырмыз. Сәлден кейін алаңға кіретін болады.
Позиция игрока под номером 18 Сергея Волкова. На поле вышел игрок под номером 8 Алтай Женисов.
Осталось одна просьба шанса. Проводится двойную замену составила Астана. Журна ощущение Александр Мар, Фадя Народа Мурнарова, Александр Жирченко Мурнарова, Жарсакшира. Журна Сиенченко Усман Камеран Мирна, Алана Сиенченко, Исландик Рядшинату.
До чечетверми, то ще номер 1, Сафір Симонченко.